Саламатсыңдар ма балалар? Абай атындағы орта мектебі информатика пәні мұғалімі Шадербекова Айна Тоқтарқызы. Құжатты баспаға дайындау атты бүгін 5 сыныпқа сабақ өтемін. Мақсаты: құжатты баспаға дайындау, парақ параметрін өзгерту, бет параметрлерін қою, алдын ала көру және тағы басқа ақпараттарды аламыз. Оқушылар, қандай принтер аттарын білесіңдер? Сендердің алдарыңда суреттер берілген. Әр суреттің атауы бар. Атауларының ішінен қызыл әріпті теру арқылы біз сабағымызды ашамыз. Яғни компьютер, вирус, интернет, колонка, құжат, модем, сканер. Яғни біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы принтер, қазақшасы басып шығарғыш, ағылшынша принтер. Принтер қағаз басып шығаруға арналған компьютердің қосымша құрылғысы. Басқаша айтсақ, біздің жазған барлық жазбаларымызды қағаз бетіне түсіруге арналған құрал. Бүгін сіз бен біз болып принтер арқылы мәтінді қағазға басып шығарудың қыр-сырын ашуға тырысамыз. Сіз білуіңіз керек, баспаға дайындауды, шығаруды, орындалатын мәзірлерді, беттің параметрін, алдын ала көруді, барлығы файл батырмасында орналасқанын білуіңіз керек. Ашылған мәзірдің печат деген бөліміне кіреміз. Ашылатын терезенің көрінісі мынадай болады. Құжатты баспаға жібермес бұрын алдымен оның қағаз бетіне қалай орналасқанын арнаулы алдын ала көру режимі арқылы қарап шығуға болады. Пайдасы: уақытты және қағазды үнемдеуге мүмкіндік береді. Баспадан шығару, яғни баспадан шығарарда керек параметрлер өзгерісін енгізуге болатын диалогтық терезе ашылады. Басып шығарудың барлық баптаулары осы жерде жүзеге асады. Бұл жазбада ең негізгі көп қолданылатын баптауларды талдаймыз. Алғашқыда блокта тұрған име атты жылжымалы мәзір қағазды басып шығаратын принтерді таңдау үшін қолданылады. Мәселен, компьютерімізге бірнеше принтер жалғанған болса, қажетті құрылғыны таңдап алуымызға мүмкіндік бар. Scratch программасындағы жобаларды қалай баспаға шығаруға болады? Print Screen пернесі арқылы жүзеге асыруға болады. Print Screen экран бетіне суретке түсіріп алып, компьютер жадындағы алмасу буферіне көшіреді. Alt принтер бірге қосу арқылы белсенді болып тұрған терезені ғана суретке түсіреді. Print Screen пернесінің көмегімен Word программасына қойып баспаға жіберуге болады. Енді біз қағазымызды печатқа жіберейік. Печатқа жіберу үшін бірінші құжаттың қанша дана керектігін көрсетеміз. Принтерді таңдап аламыз және бет номерін көрсетеміз. Енді балалар, сендерге тапсырма. Әли өз жобасын принтерде баспаға шығармақшы болды. Бірақ мынандай хабарлама пайда болды. Ол неліктен пайда болды деп ойлайсыңдар? Өйткені Әли принтерді дұрыс таңдамаған. Екінші тапсырмамыз, мына батырманың міндеті қандай? Яғни баспаға шығару міндетін атқарады. Қандай перне, қызметі қандай? Бұл перненің аты Print Screen деп аталады. Бұл суретке түсіреді. Суретке түсіру қызметін атқарады.
Енді балалар бізге жоба тапсырмасын орындауымыз керек. Сабақты жақсы түсіндік деп ойлаймын. Ары қарай жоба тапсырмасымен бірге жұмыс жасаймыз, бірге орындаймыз. Бірінші бізге берілген тақырып бойынша мәлімет қарастырамыз және газет бетін жасап аламыз. Екінші газеттің тақырыбы, шыққан күні және номері, мекен жайы, редактордың аты жөні болуы керек. Үшінші тақырыпқа байланысты суреттер, мақал-мәтелдер, дәйек сөздер болуы қажет. Төртінші мақала бағандарға бөлініп жазылу керек. Бесінші газет бетінде номері болу керек. Алтыншы парақ параметрі альбомный болу керек. Жетінші газет тақырыбы капслокпен жазылу керек. 8 газет тақырыбында денсаулық, зор байлық, гигиенаны ұстану, отбасым, алтын діңгегім, менің сүйікті пәнім тақырыбында біз жоба жасаймыз. Сендерге кішкене қосымша ретінде ютубтан сілтемені салып қойдым. Осыны ашыру арқылы осы сабақты толық ары қарай меңгеріп алуға болады. Енді балалар, біз жақсы бүгін сабақты түсіндік деп ойлаймын. Сендер әлі де жобаны бірге WhatsApp желісі арқылы бірге орындаймыз. Сендер менімен әр уақытта бірге связьда боласыздар. Мен сіздерге әрдайым көмектесемін. Сол үшін бүгін осы сабағымды аяқтаймын. Компьютермен енеді, қағазға басып береді. Яғни біздің басып шығарғышты жақсы түсінді деп ойлаймын. Олай болса, келесі сабаққа жақсылап дайындалып, бірге атсалысуға бар күшімізді жұмсайық.